Олимпиада ойындары өте көп, мысалы бокс, велосипед, гимнастика, теннис және тағы басқа. Қазақта күш атасы қажымұқан деген сөз кең тарап кеткен. 1911 жылы Мұқан Стамбулда түріктің атақты балуаны Нұрлыны жығады. Сол үшін қажы атағына ие болып, Қажымұқан атанады. 20 жыл күткен жеңіс. Бекзат Саттархановқа байланысты 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Тұңғыш қазақ конькишісі Кенже Шасекенова, Қазақстанның 5 дүркін чемпионы. Теннистен 1993 жылы туған. Теннис, акробатика, тэквондо және тағы басқа спорт түрлерімен айналысқан. Қазақстандық кәсіби шабандоз Александр Николаевич Винокуров 10 жасында осы ұмтылысы өмір бойғы таңдауы екенін түсінді.